Енді Тәттімбеттің мына күй өнерін қосқан тағы бір үлкен жаңалығы ол Қосбасар деген жаңалық. Қосбасар бұл анау кейбір деректерде шекті қосшекті Қосбасар дегеннен шыққан деген бір анша таяз бір әңгімелер айтады. Одан емес. Қосбасарды мына Илья Жақанов ағамыз деген Қосбасар деген күйдің қосарлана айтылатын астары деген. Астары. Тәттімбеттен кейінгі күйшілердің бәрі Қосбасар шығарды. Ат қоймаса да, атты өзің тауып ал дегендей жұмбақтап, солай қойған Қосбасар. Мысалы, Тоқаның Қосбасары, Ақ қыздың Қосбасары, тіпті бүгінге дейін Ақаттың Қосбасары деп жүрміз. Осылай Қосбасар келесі біздің жанр ретінде қалыптасты. Осындай күйлер, Ақжелең деген күйлер бар батыста. Ақжелең, жігіт желең, жастар күйі деген сияқты сондай бір көңілді атмосфера білдіреді. Біздің Қосбасар жаңа қосарлана айтылатын. Қосбасардың мұңлысы да бар, Қосбасардың тәттісі де бар, аштысы да бар.